Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Жалпы бүгінгі Zoom арқылы өтетін сабағымыздың тақырыбы өрт қауіпсіздігі. Өрттің жалпы не екенін білеміз ғой? Өрт қауіпсіздік сабағы. Бұл жердегі біздің мақсатымыз, яғни менің мақсатым сіздерге өрт қауіпсіздігі ережелері туралы білімдеріңізді қалыптастыру, және де қауіп төнген кезде өздеріңізді қорғай білу үшін соған машықтандыру болып табылады. Жалпы не? Өрт дегеніміз негізінен бұл адамның өмірі мен денсаулығына, қоғам мен мемлекетке зиянын тигізетін, қоршаған ортаға үлкен материалдық зақым келтіретін, қоршаған ортадағы заттардың бақылаусыз жануын жалпы өрт деп айтады. Енді өрт оқиғалары негізінен қазіргі таңда статистикаға сүйенетін болсақ, тұрғын үй секторларында, яғни адам тұратын өзіміздің тұрғын үй секторларымызда көбірек туындап отырған жағдай бар екен. Яғни өрт басқа орындарға қарағанда адамдардың үйлерінде жиі орын алады екен. Және де оның себептері де әртүрлі. Өйткені оның себептерінің бірі осы жас балаларымыз, мектеп жасындағы оқушылар, болмаса одан да кіші оқушылар жалпы өрттің не нәрседен пайда болатынын, жалпы өрт деген қандай жаман нәрсе екенін көбінесе біле бермейді. Енді сіздерге жалпы үй жағдайында болатын өрттің себептерін, басты себептерін айтып өтуге рұқсат етіңіздер. Ол үшін экрандағы қазір болатын видеоға назар аударамыз. Жалпы қазір өрт қауіпсіздігінің 9 ережесі. Біріншісі, электр құрылғылары мен сымдарды дейді. Су қолымен ұстама дейді. Көрініп тұр ма видео сіздерге? Жақсы. Ең бірінші, не дейді? Электр құрылғылары мен сымдарды су қолымен ұстама. Яғни, жалпы токқа қосылған, электрге қосылған заттарды су қолымызбен, мысалы, қолымызды жуды, одан кейін шығып келіп ұстасақ, ол өзіңізге ең бірінші міндетті түрде өздеріңізге зиян келтіреді. Неге? Өйткені ол нәрсе тоқтатады. Ол электр құрылғылары деген не? Бұл жерде компьютердің мышкасы, яғни тышқандығына көрсетіп тұр. Негізінен оған кіретін тағы да көптеген нәрселер бар. Токқа жалпы жалғанатын компьютер болсын, теледидар болсын, пеш болсын, ток электр пеші болсын, шайнек болсын, электр шайнегі, оның барлығы осы нәрсеге кіреді. Яғни бірінші ережесі бұның қандай екен? Электр құрылғылары мен жалпы электр токқа жалғанған заттарды су қолымен ұстамау. Барлықтарыңызға түсінікті ғой? Жақсы. Келесін көрейік. Бұл видеода көрсетілгені негізінен үйдегі көбінесе жіберілетін оқушылардың қателіктері, жалпы балалардың қателігі. Ең бірінші, балалар жаңа бірінші өзімден айтып өттім, су қолымен электр құрылғыларын ұстау. Ол бірінші себеп екен. Жалпы ол адамға да зиян, және де тоққа су тиген кезде тоқтың тұйықталуы болады. Сол себептен олар жаңағындай өрттің туғызатын ең бірінші құралы. Енді жалпы келесі, өрт шыққан жағдайда өртті сөндірудің негізгі құралдары бар. Ол өздеріңіз білесіздер, бірінші су, дұрыс па?
Білеміз ғой барлығымыз, су. Су негізі өрттің сөндірудің негізі құралы. Бірақ та, қайталап айтам, бірақ та бір ғана несі бар, сумен егер де өртеніп жатқан зат электр тоғына, электр көзіне, тоққа, үйдегі розетка бар ғой, білеміз ғой. Сол электр тоғына жалғанып тұрған кезде үстіне су құю өте қауіпті. Яғни ол өртеніп жатса, мысалы үйдегі пешіміз болсын, электр пеші өртеніп жатса, оны міндетті түрде өртенген бетте бірінші мақсаты электр қуатынан, электр тоғынан ажырату. Түсіндік па? Да, енді естіліп тұр ма? Иә. Су құю жағдайды түсіндік, су туралы. Өртті сөндіру, яғни электр құрылғыларын тоқтан ажыратпай жатып, үстіне су құю өте қауіпті. Неге? Өйткені ол одан сайын өртті ушықтырып жіберуі мүмкін. Екіншісі, құм. Яғни құм дегеніміз бұл негізінен өртті сөндірудегі ең тиімді бір түрі. Осы құмды қолдану ең тиімдісі. Негізінен тиімді түрлерінің бірі, өрттің шағын ошақтарын сөндіру құралдарының ең қарапайым түрі. Және де отты сөндірудегі ол жанып жатқан затты тез салқындатады. Келесі, химиялық көбік дейді. Химиялық көбік дегеніміз не? Химиялық көбік құндылығы оның төзімділігінде дейді. Тұрақтылығында, жеңілдігінде болып табылады. Ол жанған затты толығымен тығыз жауып, оған ауа жібермейді. Химиялық көбікті көрген шығармыз теледидарлардан, көбінесе, мысалы, көліктер бар ғой, машина. Сол өртенген кезде көбінесе көбікті шашады бірінші түрде. Өйткені ол жаңағы отты одан әрі шаншып, одан әрі көбейіп кетуіне жол бермейді. Және де ең соңғысы өздерің күнде көріп жүрген, мектепте де көріпсіздер, және де сауда орталықтарына барсаңыздар көресіздер, ол не? Ол өрт сөндіргіш. Қарапайым тілмен айтқан кезде өрт сөндіргіш. Астында суретте көрініп тұр, жалпы огнетушитель деп айтамыз. Білеміз ғой? Көрдік. Яғни, өрт болған жағдайдағы ең алғашқы өртті сөндіретін құрылғылардың түрімен, міне сіздер таныс болдыңыздар. Енді келесі, өрт болған жағдайда, мысалы, кез келген ғимаратта болсын, сіз үйде болсаңыз жалпы, ең бірінші жағдайда не нәрсені жасау керек, және де не нәрсені жасамау керек туралы видеоны тәртіптерін келесі видеодан тамашалансаңыздар болады. Ал көрініп тұр ма келесі? Өрт шықса, үрейленбе. 101 немесе 112 нөміріне қоңырау шал. Газ құбырдың қақпағын жап. Өртті өрсітіп жібермеу үшін терезені немесе есіктерді ашпа. Өрт болған кезде ешқашан лифтіге отырма. Тыныс алу жолдарында дымқылматымен немесе өзіңнің киімінмен қорғап, мүмкін болса бөлмеден шығып кет. Мұны түсіндік қой? Көрдік қой, не нәрсе жасау керек, не нәрсе жасамау керек. Яғни, өрт шықса, видео көрінді ма, барлықтарыңыз түсінікті болды ма, бүкіл ережесі? Видео көрінді, видео көрінді. Ал, енді келесі барлықтарымыз бір сәт орнымыздан тұрып, сергіту сәтіне де келіп жеттік. Сергіту жаттығуларын жасап алайық, жақсы ма? Қазір сіздерге шағын видео қойылады. Сол жаттығуларды сіздер қайталасаңыздар. Оқушылар, жаттығуды бастаймыз. Бірінші жаттығуымыз соққылар. Оң қолмен және сол қолмен соққылар жасаймыз. Әр екі соққымыз бір сан болып есептеледі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жаттығуымыз аяқталды. Есің алып ораласың жаным ау қай күн. Тайдың маған берген сердіңнен сен қалайша тайдың. Жүрек төртеп зулайды жылағады ай күн. Мәжнүн деймін таусылмайтын сен болдың қайғым.
Келесі жаттығуымыз диірмен жаттығуы. Оң қолымызды және сол қолымызды аяқтарымыздың ұшына жеткіземіз. Әр екі жеткізгеніміз бір сан болып есептеледі. 1 2 3 4 жарайсыздар оқушылар. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығуымыз екі алақанымызды тіземізге жеткіземіз. Әр екі жеткізгеніміз бір сан болып есептеледі. 1 2 3 4 5 жарайсыздар оқушылар. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығуымыз оң жаққа және сол жаққа бұрыла отыра қолдарымызды созамыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 жаттығуымыз аяқталды. Егер өрт қатты жанып тұрмаса, сіздердің әрекеттеріңіз келесідей болу керек. Бірінші, өртті бір затпен, көрпе, пальтомен, болмаса үстіңіздегі кез келген киіммен үстінен жаба салу. Содан кейін үстінен су құйыңыз. Ол түсінікті, иә? Екіншісі, түтінмен демалмауға тырысыңыз. Бағанағы видеода да көрсетті. Қолыңызға сулы бір шүберекті алып, мұрныңызды және аузыңызды ылғалды шүберекпен орап қойыңыз дейді. Келесі өрттен жанып тұрған заттарды алмаңыз еш уақытта. Барлықтарыңыз жарайсыздар, өте керемет болмаса жасадыңыздар. өзіңізде жарақаттауы мүмкін. Төртіншісі, өртті шетінен бастап ортаға қарай сөндіру қажет.
адам егерде адамның үстіндегі киім өртеніп жатса, ол кездегі біздің қолданатын ең алғашқы әрекетіміз адамды жерге, яғни жерде топыраққа тез жатқызып аунату керек. Бұл өрттің адамның басына баруына жолын жабады. Болмаса үстіне су құйып, немесе қолыңыздағы, қол астыңыздағы кез келген нәрсемен жанып жатқан адамды үстінен басуға болады. Енді жалпы өрт туралы бүкіл сұрақ жалпы тақырып түсінікті деп ойлаймын. Біз бұл жерде басынан бастап өрттің пайда болуы, өрттен қалай қолдану, өрттің қалай пайда болуы туралы, және де өрттен қалай қорғану туралы, өрт болған кезде қандай қауіпсіздік ережелерін қолдану, және де өрт болған жағдайда оны қандай сөндірудің негізгі құралдарымен таныстық. Енді сіздерге қояр сұрағым. Мысалы, Наргиза, микрофоныңызды қосып, бүгінгі сабақ бойынша сізге сұрақ. Жалпы, бүгінгі сабақтан оқып түйгеніңізді білу мақсатында жалпы өрт дегеніміз не? Иманжанова Аида бар ма? Иманжанова Аида. Аида жауап бере қойшы. Микрофоныңды қосып. Ол адамның жауы деуге бола ма? Болады. Өрт адамның жауы. Өте жақсы. Содан кейін тағы да қосарыңыз бар ма? Өрт адамның жауы, және де өрт дегеніміз бір ауыз сөзбен қысқа нұсқа жауап бердіңіз. Өте жақсы. Бұл негізі жалпы қоғамға, мемлекетке зиянын тигізетін өте үлкен алапат. Дұрыс па? Бәрекелді. Келесі сұрағымыз. Наргиза бар ма? Наргиза. Видеоңызды қосып, микрофоныңызды қоссаңыз. Наргиза, сізге сұрақ. Өрт қауіпсіздігін көрдіңіз ғой? Микрофонды қоса ғой. Өрт қауіпсіздігін көрдік қой жаңа. Өрт қауіпсіздігі дегеніміз, яғни өрт болған жағдайда не істейміз және не істемейміз? Қысқа нұсқа жауап берсеңіз. Наргиза? Су қолмен электр заттарды ұстауға болмайды. Жарайсың. Және Өртті үстіндегі киіммен өшіруге болады. Жақсы. Енді жалпы бұл тақырыпты түсіндік қой, сізге түсінікті ғой. Бәрекелді. Енді жалпы құрметті оқушылар, негізінен күнделікті өмірде адам баласын қоршаған қауіп-қатер аз емес, оны білесіздер, иә? Соның ішіндегі ең күрделісі өрт. Өрт жалпы аса қатыгез, ол ешкімді аямайды. Ең бастысы өрттің туындауына жол бермеген жөн. Яғни біз оған қалай жол бермейміз? Егер де біз осы сабақта көрсетілген қауіпсіздік ережелерін сақтайтын болсақ, және де өрт туындаған жағдайдың өзінде де осы сабақта көрсетілген қауіпсіздік ережелерімен жүретін болсақ, өз-өзімізді аман сақтаймыз және жақындарымызды аман сақтаймыз. Енді құрметті оқушылар, өрт қауіпсіздік бүгінгі сабақта өткен өрт қауіпсіздік ережелерін өздеріңіздің өмірлеріңізде пайдалануларыңызды өтінемін. Өрттен сақ болыңыздар және де сау болыңыздар. Сау болыңыз.